Назарларыңызға осындай іші толықтай пісіп шығатын, үй жағдайында дайын болатын, өте қарапайым заттардан дайын болатын нанды ұсынғалы отырмын. Алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып, оған тұз, шекер, дрож салып, ертіп қоямыз. Дрожымыз ерген соң ұнымызды салып, біркелкі болғанша қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болған соң 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген нанымызды осылай қолымызбен бір басып, формамызға формалап салатын боламыз. Нанымыздың бетін жауып, тағы да 1,5 сағатқа қоямыз. Қызып тұрған пеште осылай көтерілген нанымызды салып пісіріп алатын боламыз. Өте қарапайым заттардан пісіп шығады, іші әбден толықтай пісіп шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк қойып, рецептім ұнаса сіздерде дайындап көріңіздер. Ас болсын.